қаласында форумға 7 жылдыққа барып келдік. Енді өте керемет өтті. Бұл жердегі нәрселерді адам өзі көргенше жеткізу мүмкін емес. Енді ана жердегі аппаратура, ана жердегі біздерді күткені, әрбір неге орындыққа немізді жазып қойған. Номерімізді, бір сусынымызға да көріп қойған. Мына жақта аняқта золотойлар оқыды, аняқта бірлер. Бәріне керемет жасаған. 5 автомобиль тігілді, әшейін өндірістер болды. Олардың өндірістерінің барлығы өте керемет. 100 мыңнан, 200 мыңнан бытовой техникалар енді керемет. Блогер 7 жылдың ішінде қатты көтерілген ең жомарт неміз. Осы блогында жұмыс істегенде мен қуанамын. Біріншіден денсаулыққа деген енді былтыр айтқан едім. Мен қайтсем де 7 жылдыққа барғанда осы күміс жүлдені армандаған күміс жүлдені жауып сол 6-7 мың адамның ортасында боламын деді. Аллаға шүкір, қазір сол жақта барып жауып келдім. Аллаға сан шүкір. Ал енді біздің бұл жерде алған жаңағы неміз алған әсеріміз өте керемет. Сол бойынша келіп жұмыс істеуіміз керек енді, отырмауымыз керек, ұйықтамауымыз керек, шақыруымыз керек адамдарды, тіркеуіміз керек. Енді бұл жердегі рейнстің несін тыңдадық сабағын. Одан кейін Сайдмұрат Давлатовтың сабағын 4 сағат бойы оның сабағын тыңдадық. Қандай керемет сабақтар болды. Қандай дәрежеде, қандай дәрежеге жеткенін бәрін түгел айтып түсіндірді ол кісілер. Енді біздің Global Trend компаниясының жетістігі өте керемет. Сол жерде үш күні азаннан кешке дейін сол жерде болдық. Енді адам да көп, жан-жақтан келген, шетелден келген, Чехиядан келіп отыр, Германиядан келіп отыр енді. Айта алмаймын, Башқұртстан қай жақ бәрі жерде. Солардың ішіндегі активный болғандардың несі бриллиантовыйлар, бриллианттар. Қатарынан тізіп әлі шақырады, әлі шығып жатыр бриллиант, әлі шақырады, әлі шығып жатыр. Тек қана солар шақырумен болды. Одан кейін біздерді шақырды, күмістерді бірінші алға шыққандар. Одан кейін барып бриллианттар кетіп жатыр, глобалдар кетіп жатыр, грант кетіп жатыр. Енді керемет енді. Жаңағылардың бәрі біздің жасымыздағы адамдар. 60 пен 70-тегі. Денсаулығына байланысты барған, денсаулықтарын жөндеген, статусқа көтерілген сондай дәрежеде. Қандай керемет. Бізден соған талпынуымыз керек, сол нәрсені көргеннен кейін. Бізде келесі 8 жылдықта Хадиша ханым айтып отыр ғой, мен жауып, күміс жауып. Мен армандаймыз, жамасы ештеңе жоқ. Адам істеген адам жасайды. Онда тұрған ештеңе жоқ. Арманды мақсатқа айландыру. Менің енді бұл неде тағы бір қуанышты жағдайым, балам немерем 9 класс оқиды. Спорт